жан-жақты өнер иесі, 8 қырлы бір сырлы жазушы, драматург, ақын, сыншы, ғалым, аудармашы, зерттеуші жүсіпбек аймауытов 1889 жылы Павлодар облысы Баянауыл ауданы Қызылту атырабында туылған. Аумалы-төкпелі заманда әлеуметтік төңкерістер, ұлы өзгерістер кезеңінде өмір сүрген жүсіпбек аймауытов өзінің қысқа ғұмырында артына бай, бағалы әдеби ғылыми мұра қалдырып үлгерген. жүсіпбек аймауытовтың әдебиеттегі орнын анықтау үшін сан қырлы талант иесінің шығармашылық мұрасын бірнеше салада поэзия мен проза, драматургия мен аударма, сын мен ғылымда қарастыру керек. Қазақ әдебиетінде реалистік роман принциптерін алғаш меңгерген қаламгердің бірі жүсіпбек. Ол стиль, композиция тәрізді көркемдік құралдарға ерекше көңіл бөлді. Әсіресе халық тілінің сан алуан байлығын еркін қолдана отырып, Еуропа, орыс дәстүрлерін еркін пайдаланды. Жазушының талант, мүмкіндіктері, қабілет ерекшеліктері әсіресе оның Ақбілек романында айқын көрінеді. Ол Уильям Шекспир, Виктор Гюго, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Васильевич Гоголь, Лев Николаевич Толстой шығармаларын бірқатар ғылым еңбектерді аударды. Педагогика, психология, методика, тәрбие туралы зерттеулер тудырды. Әдеби эстетика сын саласына араласты. Сан қилы проблемалық мақалалар жазды. жүсіпбек аймауытов қазақ тіліндегі метод әдіс, память жады, анализ талдау тағы басқа сол секілді алғашқы ғылыми терминдердің авторы.